Ассалаумағалейкум достар, ютуберге жол 8-ші бөлімге қош келдіңдер. Және бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен МЧС жұмысын жасайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай печеньелеріңді алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларың келсе, описанияда тұрған ссылкаға өтіп, блогерашаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, сені ойынға кім шақырды деген жерге Духа YouTube деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Мен МЧС жұмысына кіріп алдым. Енді біз МЧС жұмысын жасауды кірісеміз. Мұнда осы оттарды, яғни өртті сөндіреміз. И бізге сөндірген сайын осылай бізге опыт беріп отырады, и біздің зарплатамызды беріп отыратын болады. И мұнда, горячие вещества деп тұр, сонда біз өшіру керекпіз. Если оны қазір өшірмесек, бұл атылып кетеді. Ана көріп тұрсыздар, состояние 80% деп тұр. Если соны, біз қазір не істеп алатын болсақ, 0%-ке қарай апаратын болсақ, біз атылып кететін боламыз. Сондықтан тезірек сөндіріп тастаймыз сумен деген огнетушителмен. Осылай барлығын сөндіреміз. Мұнда горячие вещества дегенде осындай неме бар, газовый баллон бар. Если бұны тасымайтын болсақ, тоже бұл да атылып кететін болады. Так что бұны безопасный жерге қарай таситын боламыз. Ал біз ары қарай жұмысымызды жасай беретін боламыз. Ойбай, мен қолым ұрып кеттім ғой. И ары қарай біз өзіміздің жұмысымызды жасай беретін боламыз. Міне прогресс 15-те 5. И мұнда, ондай бар. 15 деген бар, 8 деген бар, и 10 деген бар. В общем, неше түрлі прогресс бар. И осылай істейтін боламыз. И біз уже 13-тен 4%, яғни 13-тен 5 немені бітіріп тастаппыз, уже өртті сөндіріп тастаппыз. Осылай жұмыс істей беретін болсақ, бізге 49 опыттан беріп отыратын болады. И сол арқылы біз рангымызды көтеруге болады. Бізде уже екінші рангқа бұйырса Алла қаласа жететін боламыз. Келесі бөлімде мен семья ашатын шығарым. Семья ашып, сол жақта дамитын боламын. И менің қалтамда қазір 1 055 000 рубль бар. Оны қайдан таптым дегендер болатын болса, оны маған Виба деген бала 1 миллион берді. И маған Бека деген бала 500 000 рубль берді. И бүгінгі видеоны көріп отырсаңдар, сендерге от души алдыңғы бөлімде сендерге айтып кеткен болатынмын. И Виба деген бала, и в общем Владимир серверінде барлығы блуди және де менің подписчиктерім ғана жүр екен. И сендерге от души көп от душимды айтам. И Магадан серверіне залетать етіп үлгермей қалдым. Ондай контент болмайтын сияқты, себебі ол жақ каша малаша болайын деп жатыр. Афган тағы да басқа семьялары барады. Так что каша малашаға вообще барым келмейді. И адам көп болады ол жақта, дымсылай етеді үлгермейсің. Сондықтан мен ол жақ серверге залетать етпейтін боламын. И достар, сіздерге айтарым, осы Владимир серверінде мен 100 серия түсіретін боламын. Бұл сериалдар өте қызықты болады. И бұйырса ертең семья ашатын болсам, и Виба деген балаға зам берем, және де Бека деген балаға зам берем. И тағы көп подарки беріп жатқан, өзі менімен бірге до конца достойно барып жатқан балдар болатын болса, соларға зам беретін боламын. И біз уже өртті сөндірдік, бізге 51 опыт пожарныйға берді. Достар, мен қазір мынаны скоростьті сразу көбейт жүретін боламын, себебі видео бір түрлі болып қалады. Мынаны сөйлей бергім келмейді, көп сөйлегім келмейді, сондықтан мынаны тезірек өткізіп жүретін боламын. Бүгінгі видео сәл аздау болады, кешірім сұраймын. Просто түсіретін көп нәрсе болған жоқ.
Мында, короче, Бека Монстр деген алдыңғы видео подарка берген бала 60 рубль беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп жатсаң, от души. Алдыңғы бөлімдегідей мені Духа Прайм деген бала, короче, яғни менің подписчигім, мені балбай деп тастады, яғни полный ақшасын беріп, от души бүгінгі видеоны көріп жатсаң, осылай менің фама ашуыма деген үлестерін қосып жатыр. Егер де менің видеомды көріп жатсаңдар, барлықтарына үлестерін қосқандарына от души. Мында Бека деген бала нормально машина алса деп жатыр. Достар, мен видеоға түсіруге ұмытып кеттім. Мында, короче, Demon из БП, яғни жаңадан шыққан БП-дағы, блокпасттағы осы Demon деген көлікті сатып алдым. Еще номерін өзім қойып алдым, 111 деген легендарный номерді. Короче, мында Духа Фанер деген, яғни менің фанатым, короче, ақшам толтырып беріп жатыр. От души бүгінгі видеоны көріп жатсаң, бұл баланың аты Нұра екен. Бұлдың аккаунт, основной аккаунтында скам етіп кеткенсін, содан кейін маған былай ақша мына жаққа аккаунтта новыйдан бастап ақша толтырып беріп жатыр. Ебать, от души деп айтып жатырмын. Уже 2 блоккоин уже бізде түсті, таймда қараймыз, и бізде 20:00 болды. Сонда бізге түсті, ақша түсті, зарплата түсті. И мында, короче, Духа Фанер деген балаға от души бүгінгі видеоны көріп отырсаң. И достар, бүгінгі видео сәл-пәл ұзағырақ емес, сәл-пәл кішкентай болып қалды, енді қысқа болып қалды. Бүгінгі видеоны көріп отырсаңдар от души, ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чау.